Сәлем достар, бүгін сіздермен керемет гхи майының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте оп-оңай жасалатын, бірақ ингредиенттен тұратын өте пайдалы май. Ол үшін бізге қолдың майы қажет. Қолдың майы болмаса, дүкеннен 82% майды сатып алып, содан жасасаңыздар да болады. Майымызды осындай асты қалың кастрюлямызға салып, майымызды толығымен ертеміз. Баяу отта толығымен ертсеңіздер де болады, немесе қатты отқа қойып қайнағанша күтесіздер. Толығымен еріген немесе қайнаған майыңыздың астын басып, ең минимальный отқа қоясыздар. Содан кейін күтесіздер, бетіне осындай ақ көбіктер шығатын болады. Ол бізге керек емес майдың құрамындағы заттар. Оларды міндетті түрде алып тастаймыз. Астында тек қана таза қайырылған май қалатын болады. Қаншалықты майыңыз таза қолдың майы болатын болса, соншалықты үстіндегі пенасы аз шығатын болады. Көбірек сізде гхи май дайындап алуға болады. Менде 2 килограммнан 1 килограмм 700, 1 килограмм 800 грамм гхи майы шықты. Әр жарты сағат сайын осылай көбіктерін алып отырасыздар. Майыңыздың сапасына қарай шамамен 1-1,5 сағат немесе 2 сағатта қайнауы мүмкін. Бұл гхи майының пайдасы айта берсе өте зор, дәрумендерге өте бай, және де қуыруға өте жақсы, канцероген бөлмейді, қатты жоғары температурада жанбайды, ас қорытуға жеңіл және организмге тез сіңеді. Иммунитетті қолдайды және ұзақ сақталады. Тоңазытқышта, бөлме температурасында, мұздатқышта да сақтауға болады. Міне мына жерде мен соңғы рет көбіктерін алып жатырмын. Ең соңғы қалған көбіктері осылай қайнап жатыр. Осындай мөп-мөлдір тап-таза болып шығады майыңыз. Астында бірақ жабысып қалған, жаңағы үстіндегі көбіктер сияқты жабысып қалған аппақ-аппақ нәрселер болады. Ол нормально. Мінекей осындай алтын сияқты цветте мөп-мөлдір әдемі майымыз дайын. Енді іші кебу, тап-таза банкамызды алып, үстіне марляны әдемілеп орналастырып, майымызды марлядан сүзіп аламыз. Енді толық суығанша бөлме температурасында қалдырасыздар. Толық суыған майымыз кәдімгі сары май сияқты цвет болады. Осындай сұйық болмайды, қоюланады, және де бөлме температурасында тұрған майымыз жұмсақ, әдемі болады. Холодильникте сақтасаңыздар да болады, және де морозильникке сап қойсаңыздар да болады, егер көп количествода жасаған болсаңыздар. Бұл гхи майымен дайындалған кез келген тамағыңыз әлде қайда дәмдірек және пайдалырақ болады. Таңғы асқа 1 шай қасық құр майдың өзін жесеңіздер де өте пайдалы. Мен бұл маймен барлық тамақты да істеймін. Оладушки, омлет барлығын жарып етемін. Видеом пайдалы болған болса, тіркеліп, маған лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.